Şap desең ақым бүгін шабам екен, қасымда Рома дейтін ағам екен. Анар аға. Ромадай ағамызға келген кезде ақынның тәтті сөздер табады екен. Әне. Түнде Шардарада, ал күндіз Шымкентте ағамыз күндіз түні шабады екен. Еліне. Ромадай ағамызбен салыстырғанда универсальный роботта артта қалады екен. Ромадай ағамызға өлең түгіл, тіпті роман жазуға болады екен. Ұзын сөздің қысқасын айтқан кезде Шардараны тіреп тұрған адам екен. Су патшасы Сүлеймен дегендейін, Шардараның патшасы Роман екен. Біз бүгін балық ұстап терледік қой. Әне. Ар жақта жатып алып ерледік қой. Жұрттың бәрі Шардараны мақтаушы еді. Жол жүріп осы жаққа терледік қой. 1 метр, 2 метр сазан бар деп еді. Бірақ біз шабақты да көрмедік қой. Көңілден күдіктерді жойғансыз ба? Сөзіме Роман ағам ойлансын да. Шымкенттің адамдары келген кезде судан шықпай түбінде жатыңдар деп сазандармен сөйлесіп қойғансыз ба? Роман аға шынымен батырсыз ба? Әрқашан біз ақындарға жақынсыз ба? Шынымен ол сазандар қайда кеткен? Аквариумде асырап жатырсыз ба? Бар болса ұстап оны көрейік те. Майдаларын ұстамай жіберейік те. Шынымен ол бар сазандар мед ағатай ау. Сөзіне ел мен жұрттың сенейік пе? Шымкенттен келген кезде браттарың Роман ағам босатты флоттарын. Романдай ағамызға келген кезде ақтарсын ақын бүгін бұлақтарын. Ой, шіргін ай. Алдымнан түскен бүгін шырақ болар. Жамандық бойымыздан жырақ болар. Бүгінде Шардараны тіреп тұрған қасымда Роман дейтін братта бар. Сондықтан балық жайын келсейік, көкейден енді саған сұрақ болар. Қасымызда Роман братан жүрген кезде сазан ұстап кетпесек ұят болар.